Дүниеге қан тамырдай тараған, ана өмір, ана бақыт, ана арман, ана бүкіл тіршіліктің тірегі, бәр анадан қуат алған, нәр алған. Ана туралы айта берсек, жанымыз жадырайды, көңіліміз қуанады. Бұл тақырып әр адамның жүрегіндегі мәңгілік өшпес тақырып. Адам баласын нұрлы дүниеге әкелген, әлемнің жарығын сыйлаған абзал аналар туралы асыл сөз, жақсы ниет, марапат ешқашан көптік етпесе керек. Біздің кейіпкеріміз де осы ана деген әлемде бақытқа бөленген жан, батыр ана Тилла Датқақызы. Тилла Датқақызы 1945 жылы 28 маусым күні оңтүстік өңірде дүниеге келген. Әкесі Датқа мен анасы Қаратайдың тұңғышы болып, елге қуаныш сыйлап келген перзент екен. Артынан 8 бала өмірге келіпті. Әкесі Датқа ел басқарған, иесі жерге ел жинаған, әрқашан жақсылық жасап жүретін жан болған деседі. Халқына қорған болған әке 1987 жылы 73 жасында дүниеден өтті. 1994 жылы сол кездегі оңтүстік Қазақстан облысы Киров ауданы 20-шы партсез совхозының 4-ші бөлімшесі Датқа ауылы атанды. Ерен еңбегінің арқасында абыройға бөленіп, ел жұртқа сыйлы болған Асқар Даудай әке даңқы әлі күнге шарықтауда. Ал анасы Қаратай қылышынан қан тамған кеңес заманында аузынан алласын тастамаған діндар, дастарханы жиылмаған қонақжай, инабат парасаты жарасқан, жұртқа сыйлы ел анасы болған. Қара шаңырақтың отын өшірмей, тамырын тереңге жайған бақытты ана 2007 жылы 86 жасында өмірден өтті. Елдің қадірлісіне айналған асыл жандардың артында қалған ұл қыздары бүгінде өз шаңырақтарының ұйытқысы болып отыр. Соның бірі әрі бірегейі Тилла анамыз. Қалай дүниеге келдім? Әкемнің тәрбиесінде қалай болдым? Әкем деген менің өте беделді кісі болған. Соғысқа қатысқан, 45-ші соғыстан келіп мен дүниеге келген екем. Содан төл басы деп әкем мені өте марапаттап, төлімнің басы деп мені құрметтейтін тұғын. Тилла қыздың айтқаны заң бұл үйде дейтін тұғын. Әкем Датқа деген кісі болған, ел басқарған кісі, колхоз болған кезде арабша оқыған, колхоздың кезінде колхоз председателі болған. Анам қарапайым ғана үйде отырған ана болған. Сол кезде Алласы аузына түспейтін намазын оқып, жас сонда мен кішкентайым не айтып отырсын тығылып отырып оқиды. Сонда намаз оқуға ол кезде рұқсаттар жоқ екен ғой кезінде. 50 жылдар енді, 50 жылдар он жобасы. Сөйтіп жүретін тұғын, сонда шүкір, әкемдің дәулетінде жақсы болып өстім. Жақсы нәтижеге жеттім. Сөйтіп үлкейіп келіп, үлкейе келе, ол кезде 60 жылдар мектеп 11 класс болып жалғасты. Сонда 8 бітірген кезімде Тилла қыз дейді, сен Шымкенттегі оқуға түсірейін, 11 оқығанша 3 жылда бітіріп келесің деді. Жарайды, әке дедім. Әкемді әке деп айтатын тұғым. Шымкенттегі фельдшер акушерский несіне түсірді, 4 жылдық. Соған түсіріп, соған 4 қыз болып келдік. Школ директордың қызы, мен, сосын совхоз директордың қызы, 3-4 көп жатып оқыды, түстік сүйірде. Сонда қай бір жылы оқуға түсіп, сонда бір райфанедельдің бастығы болып істейтін бір ағам бартын, соны іздеп бардым қай бір жылы ауылға барғанда. Сонда жаңа қыздарды ертіп барады екем, біреуіне кірін жуғызам, біреуіне үй жинатам, біреуіне тірліңсе, олар жас семья болған, соны бәрі істеп кеткен, көз алдымда деп жеңгем тілегін айтып жатыр да. Сондай сол кезден сөздің шындығына келгенде бала кезімден іскер болғам сөздің шындығы. Қонақ көп болатын тұғын үйде, шаруашылық көп болатын, кісі көп болатын тұғын. Сонда шешем бала туып, балама жүретін тұғын, мен сол шешеме көмектесіп жүретін. Сөйтіп содан менен кейін 5 ер бала туды. Оқусын 62 жылы сіңлім бар. 64 сіңлім бар. Кенжем 45 жасында, кенже сіңлімді 68 жылы сіңлімді. Қайсың сол үйінде болдық қой. Сон дүниеге келді. Сондай замандар өтеді екен ғой. Еркін сөйлегем, еркін балалық шағым еркін болған менің. Жақсы жүргем. Сон Аллаға шүкір. Әкемнің шешесі болды, шешемнің шешесі болды. Сол кісілердің тәрбиесінде жүрдім, бірақ олар түрлері ойымда, бірақ сөздері ойымда жоқ. Соны әкем әйтеуір, сонымен үйде өстім, інілерім бәріне өзім қарайтын тұғым. Аллаға шүкір, сол 5 інім жетілді, сіңлерім жетілді. Анам 86 жасында қайтыс болды.
Әкем 73 жасында қайтыс болды. Сол кісілердің бәрін өз қолыммен жайғастырдым. Әкемді де, анамды да. Шардарада деген әкемнің атында совхоз бар қазір. Сол жақтан келген кісілерден сұрай қалсам, Датқауылдан өтеміз дейді. Жетісайдың жолында Датқауыл деген ауыл бар. Әкем елсіз жерге ел жинаған. Сондай қылып, балалық шағым, жас дәуренім сондай жақсы өткен. Содан оқуды бітіріп, содан 4 жыл оқыдық. 3-ші курста біткен кезде осы балаларымның әкесі осы кісімен таныстым. Бұл технологический строительный факультетте оқиды екен, инженер. Бір тойға барып, тойда кездестім. Әкем, шешем айтқан, бірде-бір адамға көз салмайсың, оқуыңды бітіріп, әкеңнің сенімін ақтап келесің, қолдан жатам деген. Сол ойына шықпай жүрмін, осында араға адам түсіп, осы әкемнің балаларым әкесімен таныстырды. Сонымен танысып, сонымен бір жылдай көлемінде жүріп, сол 3-ші курстың жазында 4 курсқа өтетін кезде осы кісімен тұрмыс құрдым. Көшеде Шымкентте жүреміз ғой. Шымкент қазіргідей емес, кішкене жер. Сөйтіп артында 2 қайын інісі бар, еріп жүреді. Біздің артымызда 1-2 қадам жерде кейіндеу жүреді, біз ұрып кетеміз деп. Біз жүреді екенбіз. Сонда бір-біріміз қолымыз ұстамаймыз, біріміз жақын жүрмейміз. Арадан адам өтіп кетеді. Сосын неғып өтеді дейді. Сосын ұялам, 20 жастамыз сол кезде. Сосын жаңа әкем айтқан сөзі ойымда. Сосын бір күні сүрініп қалдым мен. Қыста тұғын. Сүрініп қалдым мен, қолымда ұстай қалды. Сол пысымылдасы қолымда ұстаған сол болды бірінші рет. 5-6 ай дегенде. Қолымда ұстап, содан кейін неге адамдар бірге жүреді, неге қол ұстасып жүреді десем, бір-біріне сүйу болады екен ғой деп ұстаған жайы бар. 65-те бітіріп дипломды алып Қызылорда облысының әкемнің ата қонысыма барам. Қапан ата деген құдығы бар екен біздің атамыздың атында. Сол жерге құрылыс салам деп сұранып сол жерге келді ғой. Мидай далаға келдік қой. Баланы. Сонда 20 жастамын, тұрмысқа шықтым. Сонда 21 жасымда дипломмен қабат осы Қайрат деген баламды 66-шы июньнің 22-сі күні босандым. 3-ші экзамен болып жатқан күні босанып, дипломмен бірге баламды алып, қос қуанышпен елге оралдым. Келін болып түскенде атам жоқ екен, енем қайнағаларым болған екен, олардың үйіне барып түсірді мені. Содан кейін бар квартирада тұрдық, қиыншылықты көрдік, содан әсте-әсте үйрендік қой. Өмірдің зағында. Сонда әкемдің, шешемнің айтқан сөзі, Тілда қыз еді, өзің қалап кеттің деді. Ендігі жерде деді, бір сөз, артық сөз естімейтін болайын, барған жеріңде бағыңдасшын деді. Болды. Ленин жол деген колхоз Бақтаралы ауданында. Құда түсіп алуға бұл жағдайым жоқ деді. Бұл әке 2 ағасы болған, 1 інісі болған, әкесі 10 жасарында жетім қалған. Содан барып атасын соны енді жетіліп, енеміз жүгерісін сатып, помидорсын сатып оқытқан екен. Бұдан бір қайнымыз болған, сосын бір қайынбекем болған. Ағасын үйіне түсіріпті. Ағасы главный бухгалтер екен, оның шифр үйі бар екен. Сол үйге 65 жылы июньнің 14 күні түстім барып. Экзамдардың арасында барып. Сөйтіп түсіп, тойы өткіз, сосын кетер кезде енем өзінің үйіне әкеліп, қондырған жоқ, бір үйінен текемет, бір нәрсе берді. Сөйтіп Шымкентке Ақшқыл деген жерден Шымкент Ташкентке келдік, Ташкенттен берме қарай Шымкентке келдік қой. Содан жаңағы ана неге бар жаңағы енем бір қызыл сумка берді, ойымда қалғаны. Жаспын, мына сумканы ұмытпа деді, ішінде жейтін тәттілер бар деді. Қалған етім, басқанда. Еш нәрсе маған керек болып тұрған жоқ ол кезде. Сүйгеніммен кетіп бардым, болды деймін ғой. Басым байланды. Содан келдік, Ташкенттің таксиіне түсіп, енді Шымкенттің таксиіне шығатын кезде жаңағы қызыл сумканы машина ішінде қап кетті. Ана артында отырған багаждағы затты алды да, көрпе төсекті, анау қап кетті. Ақша берді енем. Сонда жаңа сумканы қалып кетті, күйеуіме барып айттым, үй алып. Сөйтіп 2 інісін жұмсады, Іргебаймен төтішті. Жүгіріп барып сумканы әкелді. Білдім, біздің әулетке кәдімгі белгілі жинақы осы елді басқаратын келін болып келеді осы деді. Бәрі мазақтап, күлсіне 2 қайным мені. Кәрі қарасай 3 күн бола салып, сумканы түгілдеп жүргенін қарасайым даның деп. Сөйтсем арасында әкелгеннен кейін ол общитасына кетті, мен Гогөлі 75-те тұрдық, қыздарға бардым. Үй жайымыз жоқ әлі. Бөлек жүрміз. Содан кейін ертеңді квартира іздедік. Астраханцеваның ойында. Астраханцеваның 2 інісі бар, бәріміз
верхний неден Чимкенттен бар, базардан бар, бешек арбаны алып алдық. Бір кроват алғанымыз бар. Мен жерге жата алмаймын, кроват ал дедім, кроват алғыздым. Содан төсектерді енем берген ғой, спасилер алғам, ыдыс-аяқ алғам. Сөйтіп сонымен салды, ешек арбаға салып ал, тіллән датқайбан жасауын әкеле жатырмыз деп балалар мазақтайды. Оған жылаймын мен. Жетектеп, қайындарым. Сөйтіп келіп Асархан сөйде тұрдық, сол жерде 1 жыл тұрдық. Ол госын тапсырды. Сонда январда оқуын бітіріп, 66 жылы несін алып, дипломды алып, аудан неге кетті, Жаңақорғанға кетті. Бірінші Тасбөгет деген жер Қызылордаға барды. Қызылордадан кейін ауданға келетін болды. Сөйтіп сол кезде мен қайным үйінде бір неміз бар, қалдым, сол үйде болдым. Сол үйде тұрдым. Бұл не өмір деймін ғой сонда. Үйлендік не болды. Сон бірге тұрып атырып кетті. Содан кейін дипломды алған кейін келді ма, сон дипломды алған уақытта, диплом босанған уақытта енем қайынымен келді Пақтаралдан, бияқтан күйеуім барды. Сөйтіп Ұросшы деген жерде босандым, көз алдымда. Акушерство гинекологияны тапсыратын кезде, госын кезінде қыздар мазақтап білген. Осы сабақта тапсырсаң, саған 5 қояды деген. Алдына 2 экзамен хирургия мен терапияны тапсырғам. Сөйтіп сон күлгем, соны сан тапсырдым, жоқ. Ем училище Долоресте тұратын тұмыз, Долоресте еврей тұғын. Ол көнбеп бағасын қоймаймыз деп. 2-ні 4-тен тапсырғам, еші өзі тапсырады. Сонда роддомға келдім, туып алған кейін барып көз алдымда. Азанда қыздардың бәрі жүгіріп келді. Тіләшка деп, екзамда жоқпын. Сөйтсе жүгіріп терезеден барып мен келіп қарап тұрсам, артыма келіп сабап жатыр ғой, сені мынау не деп. Білмеймін ғой, балалық қой, жаспын. Ешерсе ойымда жоқ. Арамхандық жоқ, басқа жоқ. Балалық. Ол заманда енді ондай бір 21 жасымда, сонда 22-ші июнь күні тудым. 28-ші туған күнім, 21-ге аттайтын күнім ғой, қайратым, тұңғыш балам. 66-ны келесі жыл 60-ға толады. Сөйтіп соны алып, дипломды алып, олардың бәрі экзамен бітемей жүрген 4-ші экзамға кірдім. Басқа группамен бәрін тапсырып, бәрін кітапхананың бәрін бітіріп, енем барса, енем алып кетемін десе, жағдайын жасаймын десе, бармайым, күйеуіме барам деппін ғой. Ұялмаймын. Содан келдім, сонда бір өзіміз үйімізде жоқ, бір үйінде тұрады, сол үйге кеп Жаңақорған кеп тұрдық қой. Ой, Алла заманы. Сөйтіп тұрып, сөйтіп содан кейін барып, Түмдарық деген совхозға мастер болып тұрып, Түмдарықта жұмыс істедік. Түмдарыққа барғанда жаңағы не берді? Квартир берді, үй берді, бір этаж үйдің. Түмдарықта әлі бар дейді сол. Сол жерде тұрып жатырмыз. Баламменен. Содан жаңа бір күні Талғатым, Қайратым шетіп ауырып қалды кішкентай. Соны әке шешем төсегін жасауын беріп жіберді. Қиналмасын бұлар төсектен деп. Соны алып келді, жасауында бәрін алып келіп, сояқтан үй болып жайғасып тұрдық қой. Сонда жарым Қайсының айтатыны бар. Жоқ нәрсені бар қылып, марледен, қырақмалда марлен кәдімгі әдемілеп тұрып, перде қылып тұтып қояды екем. Сөйтіп барып өтіп, бір больницаға баламмен жатсам, сонда Попова деген орыс әйел, главврач екен, сол обходқа келіп айтты. Первый раз вижу, женщина такая, не дейді Құдай, тиянақты, өзінің ісінде белім, чистоплотный женщина, первый раз вижу деген ойымда қалып қойды жас кезімде. өзіңіз ана қаланың қызсыз, одан кейін жаңағы медицинаны оқасыз. Иә. Сөйтіп сол баламды жеткізіп, содан не керек? Бір жасқа толар olmaz 67 жылы совхозға приказ шықты. Совхоз, Задарье совхозы ашылады деген. Жаңа баяғы ата қонысымыз кеткен жерге. Жолдасым сол жерге барам деді. Ата қонысыма үй салам, соны арманым сол деді. Сол жерге барып қара үйде тұрдық. Әкелерім ана бір үйде отырған төсегінің әкем бәрім шешем іздеп келді оларды. Жақсы қызым дегенің бопты деді да қойды. Артық сөз айтпайтын оған әкем. Шешем де артық сөз демейтін оған. Сонда қабағымды шытып, қиналсам да білдірмеймін ғой. Жоқты бардай қалам. Сөйтіп жүріп әкелерімді күтіп жібердім, совхозға келдік, совхозда тұрдық, қариде тұрдық, бір күн жел қариді көтеріп кетті, онда да тұрдық. Қиындықпен Пәлтетел деген қазір Бердібектің ауылы, Машбек ауылы. Сол кезде Пәлтетел деп айтады екен, сөйді қарайсы. Содан не істеймін енді? Сонда әкем келді, қайықпен өтіп. Паром, қызым деді, диплом қайда деді, диплом сандықта дебем. Жаным ау, қызым ау, не үшін оқыдың деді. Сол сүйегіме жама батты.
Сосын жұмыс істеймін ғой дедім. Осында екінші 67 қызыма 2 қабатпын. Қайратым бір жүріп жүрген, енем бар, бірге тұрамыз. Содан жаңағы жұмысқа істеймін дедім, ауданға бардым. Ауданға барып, сүйірге медпункт ашатын болды. Медпунктке Әмірбек Бөлеков деген кісінің бір класын босатып берді, сүйірге медпункт аштым. Аптекадан дәрілер әкелем, келген адамдарды тұрып сәлемді салады екем, сосын фамилиясын айтады екем. Қыдырып десе, қыдырып деп барып жазады екем. Соны кейін барып айтты, ой, Әбдірдің үйінде келін сәлемі, артынан фамилиямызды айтып тастады. Сөйтіп шүкір жақсы, ол жерде де жақсы жұмыс істедім. Содан кейін совхоз ашылды, совхоз ашып әдейіне ояқты үй салынды, жолдасым кәдімгі пысық жігіт тұғын. Әрмәндер де келді, тәжіктер де келді. 1 жыл, 2 жылда совхоз үрілдетіп, Задарий совхозын ашты ғой. Сөйтіп сол жерге әлдімен үй салды өздеріне шифрлы. Соның бір жағында Вастердің үй тұрды, бір жағында біз тұрамыз, сол жерде тұрдық. Сол жерде жаңағы Ақмаралымда босандым. Ауданға барып, қайықпен өтіп барып босанып келдім. Сөйтіп қасымда көршін әйелі туды. Соны туса, соны кіндігін кесіп, соған жүгіріп жүрмін ғой. Сөйтсем басына шілде қотыр шығып кетеді екен, айласы қатын. Енем сөйлесін, мына қызыңның басы, бетін бәрі шілде қотыр болды, неге сентябрьде ғой? Неге кіндік кесесің сен деп. Оны білмеймін ғой мен. Соны жұмысыма қылыр, содан кейін сол қой дедім. Мен өш жерден больница ашам. Екінші қызымды ауданға барып туып келген кейін сол Ағынұрдың кезінде 69 жылы. Ағынұрды үйде тудым. Қақаған соқтығын. Содан жаңа ауданға барып, қайта барып жүріп, больница ашып, больницаға суп больница болды, больницаға акушерка болып жұмысқа орналастым. Ағынұрдан кейін. Орында акушерлік қызметті содан бастадым содан. Содан 100-ге таяу баланың кіндік шешесі болдым. Қазір бар солар. 70 жылға 69 Ағынұрдан кейін. Ол кезде 56 күн еді ғой декретінде. Отпуск болады, болды содан кейін. Соң Гүлмираның ортасында шықтым, соң Гүлмирадан кейін тағы қайтадан жұмысқа шықтым. 56 күнге сөйтіп 73 ауданға Ләззат 4 қыз туғаннан кейін Қайрат әжесінде қалды. 4 қыздан кейін барып Ләззатымды құшақтап 4 қызбен ауданға келдік. Жолдасым ПМК-ның бастығы болды, главинженер болды. Сөйтіп өмір деген өтті. Қиындықта болса қызық өмір болды сол кезде. Жүгіріп жүріп ауылда бір қайным үйленді, келін алып бергесін 1 жылдан кейін кетті ғой, сонда бір комсомолдың несі болады, қайсып кетті бейшара. Сол ойымда қапты. Азында ерте тұрған, сыпырғысын ала тұрған, сиырын қуып жүріп, бірдеме деп гөлен құрастырып бет ашқанда сөйтіп маған сәлем салдырды ғой. Сон ауылдың бәрі күлген. Сонда ауылда ана шетіме, мына шетіне жүгіріп қызмет істей беретін, тартынбайтын тұғым. Мынау заманына қарай дейді ғой, заманына қарай болып жатқан тіршілік. Біз ешқандай сәлемденді, ештемеде тартынбайтын тұғым мен. Келген қонаққа жүгіріп жүріп, 2 самоварым қатар тұратын. Біреу таусылып жатқанда қонақ келіп қалса, 2-ші самоварда келеді. Ауданға да келді. Ауданда тұрдық, қанша үлкен үйде тұрдым. Қонағым өте көп болатын тұғын. Ары бері өткен кісілер армияға баратын, біз үйге келеді, докторға көрінетін, біз үйге келеді. Солардың бәрінде тартынбай тірлік қыла беретін тұғын. Енем кейін барып, ауырған екен, енем көшіп енем келді, енемді қолымызға қалдық. 90 жылы. Сөйтіп өмір басталды ғой, сөйтіп жылма жылы. Соны менді баланың саны көбейтіп алған себебім, үлкенім ұлы болды, әжесінде қап қой, 4 қыз қатарына болды. Содан ұлым жоқ деп, ұл туым керек болды ғой. 75 жылы балам, 77 жылы 2 балам туғаннан кейін болды, тоқтадым десем, жолдасым. Жоқ, Маткерейна деген сол кезде бір союздың кезде не болған тұғын, дәреже болатын тұғын. Соған жетесің ғой деді. Енді есе болса, 4-еу қалды ғой деп, 6 баладан кейін қайтып Маткерейнаға шықтым ғой. Съездерге делегат болып бардым. Жұмыста істеймін, ондай жерден қалмаймын. Қонағымды күтем. Алла соның берген мынау денсаулығы, соның берген жұрттың батасы шығар. Бата сияқты су батада, батаны көп алғам. Енемді өзім 7 жыл енеме қарадым. Енем жатып қалды. Енемді өзім тамағым беріп, өзім астында дәреттерін өзім қолғаммен алып, сөйтіп енемді шығарып салдым. Енемден кейін 3 жылдан кейін жолдасым қайтыс болды. Ол кезде өліп қалады деген ойымда да болған жоқ. Сөйтіп ене шығарып, енем өлерін дәптеп батасын беріп кетті. Осы балаларына енем 90 жасында қайтыс болды ғой. Енені бақтым,
Сол кісілердің баташы әуелі Құдай шығар, осы Алла. Сәлем салған қызық көрем. Кейін жолдасы қайтыс болғаннан кейін сәлем салмайды екен, келген адамдардың сәлем сала береді екен мен. Сөйтсем салуға болмайды деді ғой. Онда қойғызды кейіннен. Шүкір, Аллаға шүкір. Балаларды бірінен кейін бірге дүниеге келтірдім. 10 перзентім бар. 6 қыз, 4 ұлым бар. Ең кенжемді 38 жасымда тудым. Жұмыстан қалған жоқпын. Жұмысым балаларыма байланысты интернетте жұмыс істедім, неде жұмыс істедім, садикте жұмыс істедім. Садикке апарам. Бір қызық болған жері садикте, 5-ші садикте медсестра болып істеймін, жаңа меню жазып кетуім керек. Асық жазып жатырмын, үйде сиырым бар, енем бар, асық кетіп жатырмын, алып кетем. Сосын үйректің несін ұмытып қалдым. Өткі екен ғой сөйтсем, меню жазып жатып жатыр, орысша ғой ол кезде. Соты гарнисті үйрекім деп жібергем ғой. Содан после бетте күліп әбдірдім, ай міне яқта бір 5-ші садиктің медсестрасы деп әбден жиналыста күлген ғой мені айтып. Сөйтсе қайтып еді ұмытып қалдым. Енді асығып бара жатырмын өзім деймін ғой. Содан шүкір жүрген жерімде сыйлы болдым, беделді болдым. Енем осы естелік қып бір кілем тоқып берейін, сендерге тоқтайын деді. Сөйтіп жібін иірді. Бояуын бәрін өзім Түркістаннан әкеп беріп, енем дайындап, содан 3 қызды жалдап, Жаңақорғанда отырғанда силикат үйде тұрамыз, бір бөлмеге кілемді құрып, осы кілемді тоқыттым. Сонда жолдасымның атын жазып қойды. Естелік қандай Шатыргүл деген сол кезде бояуы қанық, әдемі дейінді. Оған қазір 50 жыл 40. Бұны мен енемнің көзі деп сақтадым ғой. Лездем енді Қайратым енді әжесінде қалды. 9-шы класс бітіргеннен кейін 10-11-ді ауданға қолыма алайын, бұл бала келешек оқу керек қой деп енеммен қоса алдық қой. Енем жібергісі келмей киімдерін құшақтап еріп келді ғой. Содан оқуға түсті, Қарағанда высший школға түсірді. Одан 4 жыл оны оқып шықты. Іскер тіршілігінде өзі жақсы, мектепте жақсы оқыды. Қазақ мектебі 51-де оқыды. Сонысын жаңағыдегі соде класс жетекшілер айтады, сабақты жақсы айтады. Сонысын жаңағы бір ретте пердені ашылып жабылатын, бірдеме компьютерден бірдеме жасап сөз енді шығып жатқан кезде. Сөйтіп арза болатын. 91-де келін қолдан түсірдік қой, қолдан алдық. 92-де немерелі болдық. Соны Қайратымның шүкір жақсы. Содан званиясын көтеріп, майор полк әкесі қайтыс болғаннан кейін подполковникке келгенде жұмысын тастап, жеке жұмысқа шығып кетті. Қазір өзінің жеке автобус колоннасы бар. Осы Алматыға 2005-те көшіп келді, Шымкентте тұрады. 4 баласы бар, 3 келін түсірді, 3 қызы бар, 3 ұлы бар, келіні мен. Жаңағы подружкамның қызы Айгүл келінім. Менің баламның 5-6 жас кіші. Өсіп өнген қасымда Алтынауылда қатар тұрамыз. Қызы бар. Қызы, соңғы қызы қазір институт оқып жатыр. Өзінің жеке жұмысы бар. 3 келіні, кіші баласы қолында, 2 келіні бөлек үй беріп қойды. Өзі сол Қаскеленнің Аржан Жамбыл деген жерден жеке өзінде автобаз ашып алған. Өзінің жаңағы ипосы бірдемесі бармайды. Мәше жағында жұмыс істейді бұл. Шүкір өзінің жағдайы жақсы. Екінші қызым Ақмарал. Ақмаралым кішкентай бала кезінен іскер болды. Барлық баламды бақысқан сол тұғын. Жұмысқа кетсем, баланы соған дайындап кете берем, бесікке бөліп. Бұрын енем қарайтын, мынақа келгесін Ләззаттан басып Ақмарал қарады, 75-ші балам 77, бәрін сол қарады. Әліге де сол қызым қарап келе жатыр маған. Шашымды боятатын сол, мошаға баратын сол, көйлегімді қысқартатын сол. Жаныма жалау болған қызым, Ақмарал деген қызым. Ода Қарағандыда кооператив институты оқып жүріп, Талдықорған жігітіне шыққан. 5 баласы бар. 3 қызын ұзатты, 1 келін алды, қолында кенже қызы бар қазір. 43 жасында туған қызы бар. Табақ совхозында тұрады. Жеке үйде тігін тігеді. Қыз жасауын тігеді, қара іскер оғызымда, сондайға. Содан кейін мұны Ақнұр. Сабаққа өте бейім болды. Сабақта жақсы оқыды. Сосын балалардың бәрін тәртібіне осы қарайтын тұғын. Сабақтарын қадағалайтын тұғын. Мұның да 2 ұл, 1 қызы бар. Шүкір, бақытты семья. Өздерімен өздері, кәсіпкер. Әкесіне өте бұғыз жақындау тұғын. Әкесімен көп сөйлесетін тұғын. Сонымен Аллаға шүкір, жұмысы да жақсы, беделді, жақсы. Тұрғанбайда жақсы жігіт болып, екеуі құда түсіп кеп қолдан ұзаттым бұл қызды. Содан бұл қыз жаңағы осы жаққа келгеннен кейін біздің папаның іскерлігі 90 жыл үй сатылмайтын кезде Алматыдан 3 бөлмелі үй қойды.
сол үйде Жұбанованы Сайнан бойында. Сол жеріне үй алып, студенттер сол үйде жатып оқыды бұл қыз. Сосын одан кейін балаларым да оқыды, бәрі оқып жатыр. Сол үйде тұрып, содан жаңағы қалаға ерте бейімделді. Сөйтіп ерте бейімделіп қалада тұрды. Содан кейін барып, Әкежанна бұрын детсад ашты. Детсадта жұмыс істеді, детсадына барып айланып келіп, соңында Әкежан деген. Бұл не десем, қарттар үйіне бару қиын екен ғой. Соны пансионат деген кәдімгі семейный не бұл деп сондайды ашты. Шаршамайды. Ойына не келеді, ойын орындайды. Сөйтіп жүріп сол үйде қыз ұзатты, келін алды, бәрін бітірген екен. Алды не болды? Үйімді сатам да, мынаяқтан Әкежанды жалғастырам. Гүлмира деген қызым бар. Торговляда жұмыс істеп, неше жыл бітіріп дипломын. 2 бала, 2 қызы бар. Соның арқасында үй салып алды, үйін жөндеп алды, 2 келін алды, қызын күйеуге берді, жасауын жасап, соның қабатын бәрінде мен жүрем ғой, бесік басын жасау болсын. Оны шүкір ғой қызымда, енді кішкентай қызы студент. Ол қызым. Содан кейін Ләззаттың өзі бала кезінен белгілі болды екен, Ләззаттың тамаққа құмартығын. Сол бала кезінде жаңағы тамақтың бір жаққа кетсем, Ләззат тамақ істейді екен. Сонда жаңағы үйде бөліп алады ғой жұмыстарды. Ақнұр балаларының сабағымен киіммен айланысады. Ол тамақ істейді. Ана қыз күйеуге кеткен 2 қыз. Сонда жаңағы ой датқайбы жоқта түрлі ресторан тамағын жетіп қойды, әкесі мәз болып отыратын. Сондай тамаққа жақын болды. О да тұрмысқа нешінші жыл 95-те шықты. 2 бала, 2 қызы бар. Ауылда тұрғанда 1 бала, 1 қызы болды. Осы жаққа келіп, осы жақта тұрды. Иманғожа милицияда істеген жұмысын неше жыл. Ол медсестралық бітірген. Операцияға бәріне қатысатын жақсы жұмыс істеп жүреді. Сосын міне аудан қалаға көшіп келді де, о жұмысын бәрін қалдырды да. Мына тамақ жағына шығып кетті ғой. Қазір Ләззаттың торты, Ләззаттың банкісі, Ләззаттың несі деп жұрттардың белгілі болды. Сонымен жұмыс істеп жатыр. Ақжарда тұрады. 2 келінімен қызын ұзатты. Бір немересі бар. Енді 2 оқушы. Шүкір жақсы, бақытты семья. Одан кейін Талғат деген балам. 4 қыздан кейін туып, 75-ші жылғы балам ұл болып туылған. Компьютер деген жоқ, осы балам ұл болса деп Құдайдан тілейтін тұғым 4 қыздан кейін. Енемнен келгеннен кейін. Сонда 75-ші жылғы балам тудым. Ол сонда әкесі деген қуанып, біз үйге ұл болды деп. Ақмарал Қайрат әжесінің баласы біз үйде бала жоқ дейтін тұғын. Сон Талғат келіп, оны аспанға осы балам мен летчик болады, осы балам мен іскер болады деп әкесі өте құрметтейтін тұғын. Талғатым Алматыға мединститутқа келіп әкесі фармда оқисың деп. Турцияға студенттер алып жатыр деген шықты 93-ші жылы. Сосын папасын айтты, папасымен сөйлеседі. Папа, мен мединститутта сіздің көңіліңіз қалмасын деп оқып едім, бірақ оны оқуым жоқ, шетелге оқуым келіп жатыр. Турцияға студенттер алып жатыр деді, соған барам деді. Дегенің болсын деп айтты деді. Балам сонда қуанғаным, папам болмайды оқисың десем, қоятын ем дейді. Сонан Турцияға 4 жыл оқып келді. Сонда самолетте танысқан қолындағы келінім Жанна. О да 75-ші жылғы, менің балам 75-ті январ болса, ол июнь айы болған. Сонда ол пединст оқыған, екеуі сояқта бітіріп, 97-ші жылы дипломын алып, құда түсіп, ол келінді қолдан алдым. 3 жыл бір қызы бар. Өздерінің оқыған жеріне Турцияда үлкен баласы бітіріп, қазір өз жерде қызмет істеп жатыр баласы. 2-ші баласы да Турцияда оқиды, Стамбулда оқиды, 4-ші курста. Одан кейін қызы бар. Жаңағы неде оқиды, 10-ші класс оқиды. Одан кейін ұлы бар. Одан кейін мына балам, қолымдағы балам. 2005-те үйлендірдім. Құда түсіп алдым, Қаратаудың қызы. Бұда 4-еу туды, жаңағы кенжетайы. Қызы, үлкен қызы еді оқып жатыр. Қарашаңырақта тұрмыз. Сол менің қолымдағы балам бұл. Қарашаңырақтағы балам болатым. Салмақты, әкесінің түрі ұқсайды әкесіне. Қазақта қарашаңырақ деген сөз бар. Бұл сөз халқымыз үшін қастерлі ұғым. Қазақтың қаһарман батыры Бауыржан Момышұлы қарашаңырақ жылдар, тіпті ғасырлар бойы ошағынан шыққан түтінмен әбден ысталып, қап-қара болған ескүйдің шаңырағы дейді. Ал осы шаңырақты сақтау ғұрпымызда әлі де жалғасып келе жатыр. Бұрынғы үлкен кісілер кенже баласын, өзіне жайлы баласын арқасынан қағып, еркелетіп отырып, осы үйдің иесі сен, қара шаңырақты саған тапсырам деп, оны марқайтып отырған. Бақсақ, сол бір ауыз сөздің астарында
үлкен жауапкершілік жатыр екен. Ал бүгінде Әбдіраман әулетінің қара шаңырағының отын өшірмей маздатып отырған Тіллі анамыздың Болат ұлы мен Гүлжан келіні әулеттің шамшырағы. Қашан көрсең аналарын алақандарына салып әлпештеп, аялап мәпелеп отырғанын көреміз. Қай кезде болсын Құдай қонағына шаңырақтың есігі айқара ашық, мол дастархан жаюлы, ықылас ниет салтанат құрып тұрғаны. Әрине бұл алдымен ананың тәлім тәрбиесі, ұл мен келіннің жақсылығы, үлкендерге деген құрметі, кішілерге деген ізеті. Сондықтан да ана жүрегі үшін басқа ұл қызы бір төбе, Болаты мен Гүлжаны бір төбе. Бұл Жанат деген қызым 79 жыл қызым. Соны әне күні айтады, мені қалай тудыңыз, қай уақытта тудыңыз? Сенде қиын болған дедім. Өрдің больницасына жатпай, бадавозбен келгем ауданға. Әр баланың мен үшін бар көптігі білінбейді. Әр баланың қызық туымда Алланың берген несібесі шығар. Содан Оғыз мектепке өте жақсы оқыды. Орыс мектебін оқиды. Сонда қазында музыкальный мектеп бар. Папа деді, мен музыкальный мектепке жазылам, оқимын деді. 2-ші класста соған оқыды. Пенина несіне барды. Содан ауданнан барып, осы пенинаны әрең дегенде тауып, новыйдан КамАЗбен әкелді ғой. Оқуды мектепті медалмен бітірді, аттестатпен сөйтті де, осының Казгудың юридическийіне түсті. Әкесі оны сот болады дейтін тұғын. Ол оқудың соңында жүре берді. Сонысын бір күн, сен күйеу қайда? Жоқ, күйеу керегі жоқ дейді. 30-дан асып бара жатыр. Сосын мама деді, мен қорғап келем докторскийімді. Содан кейін сізді қажылыққа жіберем деді. 2010-да мені қажылыққа жіберді соғыз. 32 жасында. Сол қажылыққа барғанда сояқтан маған Алла Тағаладан тілек тілеп келіңіз, маған иман жүз адам кездессін деді ғой. Сөйтіп бәрін істеп соғыз ұзатып, 12-ші жылы жаңағы несібелісін туды. Оған қарап берем деп уәде берген. 1 жасқа деп қарадым. Емшектен шығардым, үйіне барып тамақ істеймін, дайындаймын, екеуін жұмысына жіберем. Сөйтіп барып одан кейін ұл туып алды 14-ші жылы. Содан кейін қазір кішкентай ұлы бар. Сонымен жұмыс істеп жүр, өзімен өзі. Күйеу бала иман жүзі. Апам мені Алладан тілеп алған күйеу боласың деп қоятын бар ғой. Тәтті қызым. Ең кенже қызым ғой. Ол енді, ол да орыс мектебінде оқыды, өзінің класстас, параллельный класста қожаның жігітіне ұнатып. Сөйтіп соны құда түсіп келді аналар. Микроентамыз. Сосын әкеңнің 60 жылдығын өткізейін, содан кейін берем дедім. 270 адам болса қыздарым бәрі барды ғой. Сөйтіп әкесінің 60-ға толған ас беріп, содан кейін олар келіп, сырға салып, құда түсіп, қолдан ұзатып, Жаңақорғанда тойы болды. Сол 5 балалы болды қазір, Ақботам. Үлкен ұлы өзі мынау Түрік университетінде соңғы курсында оқып жатыр, қызы Женпиде 2-ші курста оқып жатыр. 3 майдасы қолында. Жұмысы жақсы. Сөйтіп 2 дипломы бар. Медсестралық, анамен соны күйеуімен бірге жұмыс істейді. Жоғасы Ақтауда 10 жыл тұрып келді олар. Сөйтіп Астанада үйлері, жайлары бар. Жазда сояқта болып келдім ғой. Ақбота, енді медетім. 38 жасымда 83-тің 14 октябрь. Сонда қызық қой. Сонда сол жыл көтердім. Өзім интернетта жұмыс істеймін. Қолым бос болса кітап оқимын. Содан жаңағы бір медет деген кітаптың образын оқыдым. Медет деген баланың образы қатты ұнады маған. Сосын ол ішімдегі баланың ұл қызын білмеймін ғой. Осыдан Құдай Алла Тағала ұл берсе, атын медет деп қоямын деп өзім армандадым. Бір баланың атын өзім қоймаппын, 10 баланың. Сөйтіп соны оқыдым. Сөйтіп сосын папаға айттым. Сен 40-қа толғанда, 14 октябрь ғой. Мен 38-інде саған ұл бала сыйлайын деймін ғой. Сөйтіп 13 күн толғатып атсам, роддомға апар десем, апармайды, 14-не туам деген қойды. Жаздырып әкелем, айналайын, апаршы мені. Қызық қой история дегендер, бізге өміріміз қызық. Сөйтіп барып, туып, 13-інде туғам, бірақ 14-і деп жаздырып ағам. Сөйтіп, медет деген кенже балам. Ол бала әкесі өлгенде 10-ші класс оқитындығын. Сосын әкесі өлейін деп жатып маған дайындады ғой. Реанимацияда 11 күн жаттық. Сен деді, келешегі деді, мына баланы деді, международный оқыт деді. Малшыда малымыз бар, жылқымыз бар, қойымыз бар, өте іскер жігіт болды ғой. Шаруашылық болды. Соны малды сатып, шетінен международный экономический факультетін оқыт деді. Ағылшын тілін оқыт деді. Келешегі осы бала соның нанын жейді деді. Сол баланы сол международныйға сүрдік қой. Платныйға сол кезде доллардың курсы 15 мың тұғын, 180 мың 4 жыл оқыттым. Оқуын бітірді. Англияда оқып келді, Ағнұрда жұмыс істеді. Машинасын айдап.
бұл не деседі ғой, сөйтіп жұмыс істеп жүріп ақшасын жинап Англияда оқып келді. Ақнұр айлық бермеді, ақшасын жинады, оқуға жіберді. Ақнұрдың арқасында Англияда 6-7 ай оқып келді, ағылшын тілінде оқып. Содан балам үйленді, 2007-де үйленді, 2008-де оның да 3 ұл бар, қызы бар, 4 баласы бар. Үлкен 2-еуі мектепте, қызы баласы кішкентай садикте, құрдайдың қызын алдық. Құда түсіп алдық оны. Мен келінім 4-еуінде қолдан ағам. Қандай шаттық сыйласам екен, әлем нұрын жинасам бекен. Ұл қыздарың жаныңда, ай күн алақанында, алтын тойын қанат қағуда. Ұл өсірдім сендерге қарап, қыз өсірдім толымын тарап. Менің ғазиз мекенім, сенен үлгі етемін, қартаюдың өнер екенін. Шапшылайын жығылаң болып, шырға көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құлам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Ақ қыраудай шашыңды көрем, басын иген ғасырды көрем. Бәрі сенің жеңісің, бәрі сенің жемісің, ұрпағыңа бақыт кеңісің. Шапшылайын жығылаң болып, шырға көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құлам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құлам болып. Анам менің аялаған ақ гүлім, анам менің бақытым мен шаттығым. Анашым деп бала-шағаң арнаған, неге ғана естілмеген тәтті үнім. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім. Шапшылайын жығылаң болып, шырға көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құлам болып. Шапшылайын жығылаң болып, шырға көңіл бүгін ән болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құлам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Аман есен жүрсеңдер екен, бет түзейтін құбылам болып. Бет түзейтін құбылам болып. Адамзаттың ана болса тәңірі, анасымен басиды. Аналарға бақыт болса сәбиі, баласымен басиды. Жер бетіндегі бақыттың ең зоры, ең ізгісі, игіліктің ең мехнатысы ана болу бақыты дер болсақ, перзентті сүйе білуге де, ұрпақты өкінішсіз өсіре білуге де талант керек. Біздің тілі анамыз, ана деген әлемде ең талантты жан болды десек, артық айтқанымыз емес. Тағдырдың сынағы азаматынан ерте айрылса да, бір Алланың қолдауымен өз бақытын балаларынан іздеді. Қызғалдақтай құлпырған қыздарын қияға, нар тұлғалы ұлдарын ұяға қондырды. Өмірдің өзегі, басты қазығы, негізгі тірегі
тәрбие деп күндіз күлмеді, түнде ұйықтамады. Жар аманатын орындау үшін өмір сыйлаған ұрпағына жан дүниесін арнады. Міне жемісі, жеңісі, бүгінде аяулы қыздары бір-бір әулеттің отанасы болса, ұлдары әр шаңырақтың отағасы. Тіл анамыз оңашада өмірдегі бар қиындығын ой елегінен өткізе отырып, тағдырына шүкір дейді. Өмірдің суығына тоңбады, ыстығына күймеді, қиындыққа берілмеді, тек қана жақсылыққа ұмтылды. Солай қайсар қазақтың әйелі жеңіске жетті. Ендігі арманы алып бәйтерегі жайқалып, тамыры тереңдей түссе деген тілек. Бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеткен анамыз аман болсын, мың жасасын.